Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, сочный куриный рулет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге тауықтың сан еті қажет болады. Бұл жерде менде еріп тұрған тауықтың сан еті. Негізінде холодильниктен шыққан, қатып тұрған немен тауықтың сан етімен жұмыс істесеңіздер, сіздерге қиынырақ болады да сүйегінен ажырату. Осылайдан жұмсақ, еріп тұрғанымен жұмыс істесеңіздер оңайырақ болады. Бұл жерде тауықтың сан етін, жаңағы сүйектерін етінен ажыратып алып аламыз. Видеода көріп тұрғандай, осылайдан ақырындап сүйектерін аламыз. Сүйектерін, артық жерлерін барлығын алып тастаймыз. Көп тұрғандарыңыздай сүйектері оңай ажыратылады. Егерде жаңағы тауықтарыңыз еріп тұрған жұмсақ болса. Осылайдан артық жерін барын алып тастаған соң бетіне салафан жағып осылай ұрғылайтын боламыз. Ұрғылаған соң бұл жерде етіміз кішкене үлкейеді. Жақсылап жан-жағын барын ұрғылаймыз. Ұрғылап дайындап алған соң керек заттар бізге бұл жерде чеснок, қара бұрыш, тұз, паприка қажет болады. Барлығын дайындап алып, келесі кезекте бір бас чеснокты осылай чуркадан өткізіп бетіне жібереміз, немесе қолмен ұсақтап турасаңыздар да болады. Барлығын жан-жағына толықтай жағып шығамыз. Шым-шым тұз себеміз, тұзды тым көп себіп жібермеңіздер. Одан кейін қара бұрыш көз мөлшерімен және де паприка саламыз. Барлығын толықтай жан-жағына жауамыз. Алдын ала бұны жасап, маринадтап қоюға болмайды. Осылай жағып, кейін осылай мен болгар бұрышын салдым. Көк пияз болса, көк жуанды да салып жібересіздер. Менде көк жуа болмады. Одан кейін сыр себесіздер міндетті түрде. Сыр, кез келген сыр бола береді. Менде голландский осындай плавленый сыр болған. Соны осылай чурктан өткізіп қостым. Одан кейін рулетті жақсылап қолдың көмегімен ораймыз. Осылай орап алған соң фольгаға 2-3 қабаттап жақсылап ораймыз. Бұл жерде фольгамыз бізде сапалы болу керек. Осылай 2-3 қайтара орап, екі жағын кәмпит тәрізді түйетін боламыз. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градуста 20-30 минуттай көлемінде пісіріп аламыз. Міне менде 30 минуттай пісті. Көріп тұрғандарыңыздай соғы бөлініп, әдемі болып пісті. Енді осыны бетін ашып, тағы да бір 10 минуттай духовкада сарғайғанша пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай пісті менде. Енді мен сәл суытып осыны кестім. Рулет өте сочный болады. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің суы бөлініп, сондай дәмді болып шығады. Бұны ыстық күйінде жесеңіздер де болады, немесе холодный ретінде қойсаңыздар да өте дәмді, керемет дастарханда үйлесетін болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай. Егерде толықтай видеоны қарасаңыздар, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.